Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, және қасындағы қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Дәмді әрі өте жұмсақ шығатын сүтті құс тортының дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге 1 банка сгущенка, 80 грамм ертілген сармай, 160 грамм ұн және разрыхитель 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен сгущенка мен жұмыртқаны араластырып аламыз. Араластырып болған соң жылы ертілген сармайды саламыз. Ыстық күйінде салуға болмайды. Енді құрғақ заттарды біріктіреміз. Қопсытқыш пен ұнды бірге салып жібереміз. Міндетті түрде осылай електен өткізіп аламыз. Енді миксердің көмегімен жақсылап ешқандай түйіршік қалдырмай араластырып аламыз. Қамыр дайын болды. Өте нәзік шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мен осындай поклан деген жазуы бар пергамент қағазын қолданамын. Енді пергамент қағазын осылай формаға төсеп, дөңгелек қылып аламын. Егерде бұндай форма болмаса, өздеріңіз қолмен дөңгелек қылып жасап алсаңыздар болады. Дайын болған жаңағы қамырымызды осылай құйып шығамыз. Бірде тегіс қылып дөңгелектейміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алдым. Өте тез піседі. Суыған соң осылай пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Егерде суытпай алатын болсаңыздар, сынып кетуі мүмкін. Дәл осындай көлемді 6 корж шықты. Енді кремін дайындаймыз. Креміне салқын сливки және сахарный пудраны қостым. Егерде творожный сыр болса, творожный сырды да қоссаңыздар болады. Осылай қою болған кезде креміміз дайын болады. Көп араластырудың да қажеті жоқ. Енді корждарымызды жинаймыз. Егерде кальций болмаса, оны қою міндетті емес. Өзімізге керекті кремді алып, дәл осылай кремді жағып шығамыз. Осы корждарды жинап жатқан кезде кремін жақпай тұрып, корждарына сүтті жағып алсаңыз болады. Кремін бір тегіс қылып жағып, корждарымызды жинап алдық. Енді сәндеуін өздеріңіз білесіздер. Әркім өзінің қалауы бойынша сәндесеңіздер болады. Бетіне неше түрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар болады. Болмаса, өздеріңізге ұнаған шоколадтармен сәндесеңіздер де болады. Әркімнің өзінің фантазиясына қарай әдемілеп сәндеп алсаңыздар болады. Ал менің тортым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт бойынша өте оңай әрі тез дайын болады.
Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жазып кетіңіз.